Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушан суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Видео барысында сіздер тырнақ ұшының етті тесіп өсуі, оның себептері және алдын алу жолдары мен емі туралы айтылатын болады. Қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Тырнақ ұшының етті тесіп өсуі аяқ тырнақтарында жиі кездеседі. Тырнақтың мұндай зақымында үлкендер де балалар да ұшырай береді екен. Оған әртүрлі жағдайлар себеп болады. Дегенмен мұны тез арада емдеп немесе алдын алмаса арты үлкен мәселеге айналуы мүмкін. Бүгінде тырнақтың етке қарай өсуін оташылық жолмен емдейтіндер көп. Алайда жұлынған тырнақтың орнын шыққан жаңа тырнақ көбінесе сол бұрынғы тырнақтың ізімен ұшы етке қарай майысып, етті тесіп өсе береді екен. Сондықтан бұл ауруға бір ұшыраған адам оған қайта-қайта шалдығуы әбден мүмкін. Тырнақ ұшының етті тесіп өсуінің басты белгісі бақай да, саусақ та ісініп, қызарып қатты ауырады. Науқас үсті жабық аяқ киім кие алмайды, ұзақ уақыт тікесінен тік тұруы және қозғалып жүруі де қиынға түседі. Ауруы елемеген жағдайда тырнағы зақымданған башайдың қатты ауырып және ісініп, талаурап, мүлдем өршіп кетеді. Ондай тырнақтың түбі іріңдеп, көкшіл қызыл түске енеді. Содан іріңді инфекциялық кеселге ұшырайды. Бұл жағдай бара-бара дене қызуының көтерілуіне соқтырады. Инфекция одан әрі дамып, ірің сүйекке шапқан жағдайда кесел остеомиелитке ұласады екен. Тырнақтың етке тесіп өсуінің басты себептері мыналар. Аяқ киімнің тар болуы немесе қатқыл материалдан жасалып, аяқты қажауы. Жалпақ табандық және табанда басқа да кеселдің болуы. Табанның таз қотыр, яғни грибок кеселге ұшырауы. Тырнақтың тұқым қуалайтын зақымдары. Тырнақты алған кезде оның ұштарына зақым келтіру, түбінен алып тастау. Саусақтың, башайдың түрлі жұқпалы кеселдерге шалдығуы, жарақаттануы. Міне осы себептер тырнақтың етке тесіп өсуін тудырады екен. Тырнақ ұшының етті тесіп өсіп, саусақ пен бақайды іріңдетуі, әсіресе қант ауруына шалдыққан, аяқтағы қан тамырлары зақымданған, қан айналымы бұзылған, денесіндегі ауруға қарсы тұратын күш әлсіреген науқасқа айрықша қауіпті. Ондайда бақайдың тырнағынан басталған кеселдің аяққа тұтас жайылып кетуі жиі кездеседі. Соның салдарынан тіпті кейде аяқтың зақымданған тұсын кесіп тастауға тура келеді. Етті тесіп өскен тырнақ ұшының зардабы бұлай ушықпауы үшін не істеу керек? Әрине тездетіп дәрігерге, яғни дерматологқа немесе оташы маманға көріну қажет. Дәрігерге неғұрлым ертерек көрінсеңіз, емделумен жазылу соғұрлым жеңілге түседі. Алайда кеселдің алдын алу немесе әрі қарай өршітпеуі де өз қолыңыздан келеді екен. Ол үшін келесі кеңестерді орындау керек. Бірінші кеңес, реті келген жердің бәрінде жалаңаяқ жүрген дұрыс. Екінші кеңес, кешкілік ұйықтарға жатар алдында аяғыңызға фурацилин немесе марганцовка езілген жылы судан ванна жасаңыз. Мұндай ваннаны түймедақ секілді дәрілік шөптерді қосып әзірлеуге де болады. Кеселдің алдын алу үшін не істеу керек? Аяғыңызға қашанда қонымды аяққа шақ аяқ киім киіңіз. Без тұмсық аяқ киімдерден қашыңыз. Тырнағыңызды дұрыс алып үйреніңіз. Оны өзіңіз алсаңыз да, сән салондарына барып алдырсаңыз да, ұшын етке кірмейтіндей етіп, доғалдап алдырдыңыз. Аяғыңызды, табаныңызды басқа кеселден қашанда сақтауға тырысыңыз. Жылына бір рет дерматолог дәрігерге көрініп, тексеріліп, тиісінше ақыл кеңес алып тұрыңыз. Есіңізде болсын, ауру асқынған жағдайда оны тек оташылық жолмен емдеуге тура келеді. Етті тесіп өскен тырнақтың қалпына келтіруге дейін лазерде қолдануға болады. Бұл емнің артықшылығы зақымданған тырнақтың орны бір аптаның ішінде-ақ жазылып кетеді. Сонымен қатар бір емдегеннен кейін аурудың қайталануы сирек кездеседі екен. Сондай-ақ ауру тырнақты емдеуге радиотолқынды оташылық әдіс те қолайлы әсер етеді екен. Бұл жерде лазер сәулесінің орнын жоғарғы жиіліктегі радиотолқын алмастырады. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздеңіз. Кез келген ауруды байқаған кезде оның алдын алып, дәрігерге дер кезінде көрінген жақсы. Видеода айтылған кеңестер сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк пен комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.